Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен имбирлі пряник жасайтын боламыз. Сонымен бізге керегі ұн, қант ұлпасы, бал, ас содасы, тұз, май, сары май, жұмыртқа. Бұл жерде бір жұмыртқа мен бір жұмыртқаның сарысы, дәмдеуіштер, имбир ұнтағы, какао, мускат жаңғағы. Бірінші балымызбенен қант ұлпасын араластырып аламыз бір-бірімен. Бұл жерде қант қоссаңыздар да болады, тек қана ұзағырақ қозғайтын боласыздар. Әбден қант ерігенше мен ұлпасын қостым, қант ұлпасын қостым. Сары майды отқа қойып, үстіне ас содасы мен тұзымызды салып, қайнатпаймыз, кішкене ертіп аламыз. Бұл жерде бал мен ас содасы қосылғаннан кейін кішкене масса көтерілетін болады. Міне осылай енді оттан алып, жерге қойып, құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Ұнымызды елеп аламыз. Бұл жерде дәмдеуіштерді елеп аламыз. Қамырда ешқандай түйіршік болмағаны жақсы. Кейін табаға салып қыздырған кезде түйіршіктер атылып кететін болады. Сондықтан да өте майда біркелкі болғаны жақсы. Ұнды дәмдеуіштермен жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп кішкене салқындаған жаңағы массамызды, бал мен шекер араласқан массамызға жұмыртқамызды салып араластыратын боламыз. Енді осы дайын массамызды ұнмен араластырып, жақсылап қамырын елеп алатын боламыз. Араластырып жатқан кезде ұнны сұйықтау болса, үстіне кішкене ұн себуге болады. Бірден бәрін бірдей салуға болмайды. Өте қатты болып қалса, жайылмай қалады бұл. Жұмсақтау болғаны жақсы. Міне осындай тәтті, әдемі, қолға шықпайтын қамыр істейтін боламыз. Пищевой пакетке салып, жұқалап, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Сосын жарты сағаттан алғаннан кейін шамалап, бөлшектеп, жайып аламыз. Өзімізге керегінше 2 мм болса болады. Әртүрлі формаларға салып, кескіштермен осылай кесіп алсаңыз болады. Өзіңізде бар кескішпенен. Бұл жерде мен өзімнің үйде бар формалармен кестім. Бұны енді 180 градуста 6-7 минутта пісетін болады, қалың жұқалығына қарай. Ол піскенше біз глазуриясын дайындайтын боламыз. Бұл жерде глазурияны алып қалған бір жұмыртқаның ағына қант ұлпасы менен 1-2 тамшы лимон қосамыз. Сонымен бұл да дайын болады. Арнайы қалташаға салып, ұшын өзіңізге керекті етіп кесіп алатын боласыз. Өте бір керемет, әдемі пряник болады бұл. Бал татыған. Менің пряниктерім дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.